Доллар жайлы шұғыл ақпарат. Сәлеметсіз бе қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. 10 қазан 2025 жылғы жағдай бойынша еліміздің ірі қалаларындағы айырбастау пункттеріне шетел валюталарының орташа бағамы белгілі болды. Ұлттық банктің ресми деректеріне сәйкес доллардың орташа бағамы былай болды. Ұлттық банктың ресми деректеріне сәйкес доллардың ресми бағамы 540,6 теңге, евро 628,25 теңге, рубль 6,61 теңге. Астана қаласында долларды сатып алу орташа есеппен 539,5 теңге, сату 545,5 теңге деңгейінде. Евро 626,5, 634,5 теңге, рубль 6,54, 6,70 теңге шамасында саудалануда. Алматыда доллардың орташа сатып алу бағамы 540,5 теңге, сату 545,5 теңге, евро 626,5, 634,5 теңге, рубль 651 және 6,63 теңге аралығында. Шымкентте доллар 540,5 теңгеден сатып алынып, 543,6 теңгеден сатылуда. Евроның бағамы 627,9, 633,7 теңге, рубль 6,55, 6,66 теңге шамасында. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.